Сәлеметсің бе, Әли? Бүгін біз сенімен математика сабағында ондықтар мен бірліктермен танысатын боламыз. Бір ондықта 10 бірлік бар. Мысалыға суретке қарасақ, 9 таяқшаға бір таяқша қоссақ 10 болады. 10-ды бір бумаға алатын болсақ, ол бір ондық болады. Бір бума бір ондықты бір білдіреді екен. Мысалға алатын болсақ, бір қораптың ішінде мына жерде 10 жұмыртқа тұр, ол бір ондық болады екен. Мына жерде ережені есіңе сақтап ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бір таңбалы сандар. Бұл сандар бір ғана цифрмен жазылады. 10 ол 2 таңбалы сан, ол 2 цифрмен жазылады. Мысалы, 1 ол 1 ондық, 0 ол бірлік болады. Бірінші тапсырмаға қарайтын болсақ, суреттен атауына қарай нұсқар сызық жүргіз дейді. Мына жерде 10 теңге тұр, және де бір теңгеліктермен тиындар тұр. Сосын 10 таяқша және бір буманың ішіндегі 10 таяқша тұр. Оларды сызықпен сәйкестендіріп сызу керекпіз. Ол қалай болады екен? Сен өзіңнің дәптеріңде сызып көр, және де менің жауабыммен тексер. Мінекей, қарайтын болсақ, 10 теңгені бір ондыққа келдік, бір буманы бір ондыққа келдік. Мына жерде бір қорапта 10 зат бар, деп болжадық, сол себепті оны бір ондыққа келдік. Енді мына жерде жеке-жеке бірліктермен берілген, мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 жаңағы таяқшаны 10 бірлікке келдік. Содан кейін бір теңгеліктерді санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бір-бірден 10 бір теңгеліктер бар екен. Оларды 10 бірлікке сызықпен қосып әкелдік. Жақсы, келесі тапсырма. Шотқа 10 бірлік көрсететін тастардың суретін сал. Шотқа 1 ондық көрсететін тастардың суретін сал. Қалай салдық? Мысалы, мына жерде біріншісінде 10 таяқша сыздық және 10 дөңгелек сыздық. Екіншісінде тағы да 10 нүкте және 10 таяқша сыздық. Келесі тапсырмаға қараймыз. Үшінші, өмірде ондықпен санайтын заттардың суретін сал. Ал енді ойланып көрейік, ондықпен қандай заттарды санауға болады екен? Соның суретін салып көр. Саны көп заттарды ондықпен санау ыңғайлы. Бір ондықта 10 бірлік бар. Бір ондық ол 10 бірлік болады екен. Ондықпен былай санайды. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Кері ретпен былай санайды екен. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Жақсы, енді мына тапсырманы сен өзің ойланып көр. Мынау 10 теңгелік монета, көріп тұрсың. Енді сенде 100 теңге болу үшін осындай қанша монета болу керек? Осы тапсырманы орындап маған жібере қой. Жақсы, келесі сабақта кездескенше сау бол, Әли.